Біз Магнумдамыз. Мен влогты бітіріп тастадым, бірақ қайтадан влог бастап жатырмын. Сәлем достар, сіздермен бірге НК влог. Біз WT влог деп айтсайшы. NKA влог G деп айтсайшы. Неге? Ондай емес. Влогты бітіріп тастаған, әлі біздер бірақ өзіміз бітпей жатырмық. Иә, түнгі сағат 3-тен асып кетті, әлі ұйықтамай жүрміз. Мұнда творог алуға келеміз, негізі ертеңгі видеоға керек заттарды алуға келдік. Біздер творогтың қасын, күліштердің қасын жүрміз. Жан, не? Айтыңызшы. Түтін шығып жатқан ше. Ай жерде бір не бар ғой? Тест бар ма? Жоқ? Тест. Тест? Ненің тест? Теплоэнергия станция. Мына жақтан екі үйдің ортасынан да. Үйлерге жылу беретін бе? Мен негізі бүгін 3-ші қараша ғой. 3-ші қараша ауып кетті 12-ден кейін бірақ. 3-ші қараша, 3-ші желтоқсан. Қыша кете бастады. 3-ші желтоқсанның видеосын түсіріп монтаждап жаңа қоштасып ше. Монтаж жасағам ғой, содан кейін Магнумда түсірдік. Содан кейін әлі түсіріп жүрміз ғой. Айға шығатын скафандрлар сияқты жүрміз ғой түсінді. Сырттан қарағанда әр уақыттан желдік тарихты. Сонымен әлі видеоны бітіре алмай жүрміз. Бұл видеоның отрывоктарын ертеңгі видеоны таңертеңгісіне қосып жібереміз, ә? Өйткені дұрыс шығар, иә? Бостан босқа қолды үсіп түсірген жоқ шығармын деп ойлаймын деп. Үйге жеттік. Магнумдан заттар алып келдік. Ертеңгі тортқа. Мастер-класстың заттарын алып келдік. Күн суық. Өткенде Инстаграмда Сырымбектау деген ағам бүйтіп айтты да. Қазақтардың қытайлар мен жапондардан айырмашылығы не деген сұраққа жауап іздеген. Ол кісі үнемі шетелде қыдырып жүреді да, қыдырғанда шетелге сапармен барып жүреді. Сол жерге барған кезде үнемі таң қалып жүреді. Неге осы нәрселер қазақтар жасамасқа деген. Соның жауабы мынау екен да. Сырымбектау ағам айтады, қытайлар, жапондар 8 сағат жұмыс істейтін болса дейді. Қазақтар 10 сағат жұмыс жасау керек дейді. Өйткені еңбек Қытайды, қазір Қытайды білесіздер, әлемдік нарықта, экономикалық нарықта Қытай Америкадан кейін екінші орынға тұрақтады. Соңғы 7 жылдың ішінде осындай дәрежеге жетті. 7 жыл бұрын ондай тіпті 10-дық түгіл 30-дыққа кіре алмаған. Енді қазір Қытай оған жетіп отыр да еңбектің арқасында. Сондықтан күні түні еңбек ету керек. Еңбек бәрін жеңбек. Барлықтарыңызға қайырлы таң, өзіңіздер ұйықтаймыз. Примерно сағат 4-те ұйықтайын деп тұрмыз ғой. 4 болды. Қазір сағат неше болды? 4. 4 болды ма? 4-тен 16 кетіп үйге енді келе жатырмыз. Баршаңызға қайырлы түн, біз ұйықтаймыз. Ертең НК влогта жүздескенше. Сау болыңыздар. Давайте. Сәлем достар, сіздермен бірге НК Life Vlog. Бірге деп НК Life Vlog. Давайте попробуем. Сәлем достар, сіздермен бірге сосын сіз Life Vlog дейсіз бе? Бірге айтамыз. Сәлем достар, сіздермен бірге НК Life Vlog. Қалай әр күн сайын бола берген дұрыс па? Жоқ, НК Life Vlog. Хорошо деп ба? Сосын жазып жүрер құрсын. Соның тақырыбы мынандай болады. Нұрсұлтан Құралайдың бетіне неге тістеді деген. Біз видео түсіріп бастап кеттік. Кешегі видеоны жалғастырып жатырмыз. Точнее айтқанда. Сағат 5-те келдік үйге, 4-те келдік. 4-тен аса келдік, бірақ 5-терге қарата ұйықтадық.
Диана оятпай қалды біздерді. Сөйтсек оны өзі ұйықтап қапты. Диана басың жылы деп айтты дейсің бе? Зарядкам аз, түнде зарядке қоймағанмын, енді соны зарядке қойдым. Видеоларын түсіріп біттім бірнешеуін, енді монтаждау керекпін. Қазір сол видеоларды монтаждауға отырамын. Сол видеоларды монтаждап жіберіп, содан кейін бастап демалатын боламын. Система алып жатырмын. Қайырлы кеш баршаңызға. Қатты ұйқым келіп шаршап тұрмын, негізін айтсам. Вот мой подарок. Оказывается, я угадала. Онда әдемілеп істеген ба? Ол? В своем репертуаре ири-ири қыпарып қойған. Қалай байлайды білмеймін, түсінбеймін. Алдында вообще жіптеп ойламайтын ба? Осы попытался. Все. Вкус нашего юности. Қайырлы кеш баршаңызға. Күнде мен бір сөзден айтып отырамын деген. Қытайларда Қытайда біздің бала кезіміздегі ең танымал актерлардың бірі Брюс Ли. Брюс Лидің маған ең қатты бір ұнайтын бір сөзі бар. Сол былай айтады да, сенің ақырын қозғалғаның маңызды емес дейді. Маңыздысы сенің тоқтамауыңда дейді. Яғни біздің әрқайсымызда бір өмірлік мақсат болу керек. Сол мақсатта тоқтамай, ешқашан тоқтамай, артқа бұрылмай әрекет ету керек. Одан кейін тағы бір нәрсе бар. Мен оны көбінде өзімнің Instagram парақшамда айтып отырамын. Айтып жүремін, сториске жазып та жүрмін. Гераклит деген гректің бір керемет данышпаны өмір сүрген. Мынандай сөзі бар. Үнемі мен айтып жүремін. Бір өзенге екі рет түсе алмайсың дейді. Мен осыны сіздерге сұрақ қойғым келіп жатыр. Неге адам бір өзенге екі рет түсе алмайды? Осыны комментарийға жазсаңыздар жауаптарын. Оны мен өзім бақылаймын, сіздердің жауаптарыңызды бұйырса. Ертең дұрыс жауап айтатын боламыз. Ертең дұрыс жауабын аламыз. Негізі осы сұрақты өте көп адамдарға қойып жүр, иә? Көбісі дұрыс жауап берген жауап. Осы сұрақты бір өзіңге екі рет түсе алмайсың деген сұрақты көбінесе мен адамдарға қоямын. Тіпті кейде кездесулерге барған кезде осы сұрақты қоямын кездесіп жатқанымға. Егер де ол адам жауап бере алмаса, счетті сол төлейді, дұрыс жауап бере алмаса. Ал егер де дұрыс жауап берсе, счетті мен төлеймін. Сондай болған, көп жағдайда көбісі білмейді. Бұл енді мына жерде барлықтарыңызды емес, сол сөзді түсініп, мағынасын комментарийға жазсаңыздар. Ешқандай бір үлкен асып баратқан философия жоқ. Тек қана сол сөзді кім қалай түсінеді, соны комментарийға жазсаңыздар өте керемет болады. И бір қызық оқиға, осы сұрақты маған қойған кезде мен бірден дұрыс жауап бердім, иә? Өйткені сен философтың қатынысың ғой. Не үшін екенін білмеймін. Мен бірден дұрыс жауап бердім, и бұл кісі менен қайта сұрады. Осыдан бірнеше жыл бұрын ба? Қашан қойдыңыз? Алдың жыл ғой. Бір жыл бұрын, иә? Мен бірден жауап бердім, әрі дұрыс жауап бердім. Мен өзім ойланған жоқпын негізі олай, не екен деп. Кейін бұл кісі айтады маған, сен бір жерде оқыдың ба, сен бір жерде көрдің ба, мен саған бұрын айттым ба деген сияқты айтып, жоқ, бұрын айтқан жоқсыз, бұрын көрген жоқпын. Бірақ мен солай дұрыс жауап бергеніме әлі күнге дейін өзім таңғаламын. Бұның дұрыс жауап беруінің сыры философтың әйелімін жауабы. Сондықтан болар деп күліп қоямыз. Ал ендеше біз сіздермен қоштасамыз. Баршаңызға қайырлы түн. НК Лайф блогта ертең.